көркем мінезге бастау болатын шыншылдық жайында бүгін талқыласақ, өзіңізбен. Өтіріктің аясы кеңейген сайын оның күнәсі де үлкейе береді. Бірақ ол жерде сен кімге айтып жатсың, не үшін айтып жатсың емес, сенің аузыңнан ең басты өтірік шығып жатыр ғой. Жалпы ата-ананың балаға өтірік айтқаны дұрыс па? Әкем дейді, шешем дейді, оған құдайдай сенеді ғой енді. Ол өтірік айтады, ол алдайды деп ойламайды ғой. Яки сол себепті бір сәттік бейнені көру үшін кейде адамдарға өтірік айтып жатамыз ғой біз. Мұсылман қайғысы мен қаупін басына келіп тұрған қатерін ажырата алмай қалады. Қайсы күлетін нәрсе, қайсысы жылайтын нәрсесін білмей қалады да. Саудаласып тұрып өтірік айту, болмаса саудаға қатысты өтіріктер айту, енді қазір сауданың түр-түрі көп қой. Сен қанша ақша табатыныңда, сен жаңа күніне қанша табатыныңда емес мәселе. Алла Тағала сол дүниеңе қанша береке беріп тұр сонда да. Алла өзінен бастап үйретіп жатыр ғой бізді. Қараңдар, мен уәдемді бұзбаймын. Сендерге жіберген менің пайғамбарым уәдесін бұзбайды. Енді соның ізіне ерген сендер де уәдеңді бұзбаңдар деген нәрсе да. Ассалаумағалейкум, құрметті таным арнасының тұрақты көрермендері. Біз сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Енді алдыңғы сұхбатымызда өздеріңізге белгілі бірнеше бөлімдерден тұратын көркем мінезге қатысты дәрістер топтамасын бастаған болатынбыз. Енді сол дәрістерімізге әдеттегідей бізге көмегін беретін Дастан ұстазымыз келіп отыр. Ұстаз, енді ары қарай осы көркем мінезге қатысты көркем мінезге бастау болатын шыншылдық жайында бүгін талқыласақ, өзіңізбен. Енді сізге алғашқы сұрағым, ұстаз, негізі адамда енді шыншылдық деген кезде шыншыл болу керек, яки оның астында өтірік айтпау керек деген сияқты түсініктер қалыптасқан. Енді осы жерде шыншылдық дегеніміз не, және шыншылдықтың артықшылықтары қандай? Осы бір сипатқа анықтама берсеңіз. Бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Бұл шыншылдықты біз енді алдыңғы сабағымызда көркем мінезге кіріспе жасадық қой сұхбатымызда. Соның ішіндегі бүкіл көркем мінездердің тірегі шыншылдық деп түсіндіреді. Өйткені адамның бойынан шыншылдық кетсе, енді шыншылдық деген ол тек қана сөзде емес, біз қазір сөз барысында оны түсіндіреміз. Ол адамның бойында бір асыл қасиет қой. Туралық шыншылдық деген. Егер ол жоғалатын болса, адамның қалған көркем мінездерінің барлығы бірінен соң бір жоғала береді дейді. Сол үшін ең басты қасиет ретінде ұсынады, және біз тақырыбымызда содан бастап отырғанбыз. Әйтпесе басқа жомарттық, жұмсақтық деген сияқты, кешірімділік деген мінездер көп қой. Барлығының басында шыншылдық тұрады. Ғалымдар айтады, Алла Тағала аспандарды, жерді жаратқан кезде оны бір ғана шындық, ақиқат үшін жаратты дейді. Ондағы мақсат не? Алла Тағаланың жалғыз екенін, жаратушы екенін, бар екенін, бір екенін паш ету ғой. Сол үшін әлем жаратылып тұр. Сол үшін Алла Тағала пайғамбар жіберді, сол үшін Құран түсіріп тұр. Құранды сипаттаған кезде біз оны шындықпен түсірдік, және ол шындықпен түсті дейді. Құранның да алып келген нәрсесі осы ғана. Шыншылдық, шындық. Бұл жердегі шындық не? Алла Тағаланың бізге ашқысы келіп тұрған бұл жердегі шындығы бүкіл бұл жаратылыстың бастауы бар екені, және оның барлығын жаратып, басқарып тұрған Алла Тағала екені. Бұл соның ішіндегі айналып жатқан бір жаратылыс адамның да өзіндік өмірдегі мақсаты бар екені. Ол өзінен жоғары тұрған, өзінің жаратушысы Алла Тағалаға құлшылық, ғибадат жасау керектігі деген сияқты ұғымдар ғой енді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл жайында айтқан хадистеріне келетін болсақ, мүміндердің анасы Айша анамыз айтады, Алла разы болсын. Алланың елшісі ең қатты жек көретін мінез адамның бойындағы ол өтірік айту дейді. Біреудің әдеті немесе мінезіне айналып кетуі мүмкін ғой, өтірік айту. Оны қатты жек көреді дейді. Егер біреудің сондай мінезбен сипатталатынын көрсе, байқаса, ол адамнан дереу көңілі қалады дейді. Енді қайтып ол тәубеге келіпті, енді болды, өкінеді, бұл ісін тоқтатты деген білмесе, сондай бір хабар жетпесе оған, ол адам мәңгі бақи пайғамбар алдында дәрежесі түсіп қалады дейді. Соншалықты шындықты пайғамбар саллаллаху алейхи қадірлеген, және өтірікті соншалықты жек көрген, жақтырмаған. Сол үшін де ислам дінінде ең үлкен қасиет ол осы шыншылдық болады. Және алғашқы бастапқы кезеңдерде
мынау хадис ілімінің қалыптасу кезеңі ғой енді. Біз мынау көрермендер білмейтін болса айта кетейік, біздің дініміз осы хадиспен жеткен. Біз қазір мысалы дәрет алып отырмыз, намаз оқып отырмыз, ертең міне құрбан шалып жатырмыз. Осының барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде айтылған ғой. Ал ол бізге сол сахабаның айтуымен, енді мен естідім деп айтады Алла елшісінен, және одан табиғин естиді, одан тағы біреу естиді, сондай тізбекпен жеткен ғой. Енді сол тізбектегі адамдарға да қойылатын ең бірінші шарт, қарасаңыз, шыншылдық. Бір жерде өтірік айтыпты, немесе өтірік айтқан екен, бұрындары өтірік айтқан екен деген сияқты бір хабар болса ана адам жайлы, болды, одан хадис алынбайды. Қараңыз, діннің жетуінде де маңызды рөл ойнап тұрған нәрсе ол шыншылдық. Сол үшін де ғалымдар айтады, бастапқы мұсылман жамағатына қойылған талап ол шыншылдық, және бұл қияметке дейін де орында тұратын талап дейді. Яғни мұсылман адам кеудесінен жаны шыққанша, ақыр заман болғанша ол осы өтіріктен, шыншылдықтан таймау керек. Енді осы мінез құлықты зерттейтін ғалымдар мына бір нәрсені айтады. Адам кейде бір қалай айтсақ, бір мұсылманға тән емес, бір жаман қасиеттерге бой алдырып қоюы мүмкін дейді. Біреу қорқақ болып қалуы мүмкін дейді. Енді адам табиғатына бар нәрсе ғой. Енді біреу кішкене дүниеге келген кезде қытымырлау, сараңдау болып кетуі мүмкін дейді. Дүниені кім жақсы көрмейді? Бәрі жақсы көреді. Ол мұсылман да, басқа да көбірек дүние жинағысы келеді, көбірек дүние тапқысы келеді. Енді осы жерге келген кезде сараңдық ұстап, ол сараң болып қалуы мүмкін дейді. Бұның барлығына түсіністікпен қарауға болады дейді. Ал бірақ біреу кәсіп табу, дүние табу үшін, адамдардың алдында атақ абырой жинау үшін, тағы да басқа дүниелік мақсаттарда өтірік айтуды әдет қылып алған болса, анаған барып өтірік айтып, мынаған барып өтірік айтып, оған ешқандай түсіністікпен қарауға болмайды дейді. Оған үзір жоқ. Сенің бойыңдағы басқа жаман қасиеттердің бәріне үзір бар, бірақ мына өтірікші деген қасиетіңе үзір жоқ сен дейді. Өйткені сен шыншыл болуға міндеттісің дейді. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды ғой, Алланың елшісі, мұсылман адам қорқақ болуы мүмкін ба дейді. Әрине қорқақ болуы мүмкін дейді. Ол да адам баласы. Сараң болуы мүмкін ба дейді. Әрине сараң болуы да мүмкін дейді. Өтірікші болуы мүмкін ба дегенде жоқ дейді. Мұсылман баласы өтірікші болуы мүмкін емес дейді. Өйткені жаңағыдай да ол ең негізгі иманнан кейінгі. Енді былай ғой, мысалға біреу өтірік айтып қалса, немесе өтірік айтып жүрген болса, ол оның белгілі бір деңгейде иманының әлсіздігін, немесе иманының бір құрып бара жатқанын көрсетеді. Егер бір мықты белгілі бір дәрігер мысалға да, сен көзің астында ісіктеріне, немесе тағы бір жерлеріне қарап отырып, сен бүйрегің ауыршы ғой, немесе сен осындай бір ішкі ағзаларының бірінде ақау бар ғой деген сияқты нәрсені айтатын болса, адам шошып кетеді. Ойланып қалады, қой, мен шынымен осы ауырып жүрген жоқпын ба, көрінейін, қаралайын деп. Сол сияқты өтірікте адамның иманының ахуалынан хабар беретін бір белгі ғой. Егер біреу өтірік айта бастаса, немесе өтірік айту оның әдетіне айналып бара жатса, күнделікті әшейін бір, біз ойлаймыз ғой енді, бұл әшейін өтірік қой деп. Кейде бір жағдайдан шығып кету үшін айта саламыз өтірікті. Бірақ ол жерде сен кімге айтып жатсың, не үшін айтып жатсың емес, сен аузыңнан ең басты өтірік шығып жатыр ғой. Ал өтірік ол иманға керағар нәрсе да. Өтірік бар жерде иман тұрмайды. Демек сен иманыңда үлкен былайша айтқанда проблемалар бар деген сөз да. Және тағы бір ескеретін тағы бір маңызды нәрсе бұл жерде. Өтіріктің аясы кеңейген сайын оның күнәсі де үлкейе береді. Өтірік айту біріншіден күнә ғой. Өйткені мұсылман шыншыл болу керек деп жатырмыз. Енді ол бір адамға өтірік айтса, ол бір күнә. Екі адамға өтірік айтса, екі күнә. Сол сияқты кейде өтірік ақпаратты әдейі тарату деген нәрселер қазір біздің қоғамда өте көп. Мысалы өткенде бір викингтің үлкен дәреті суреті шықты ғой. Баяғыда бір жерде табылған, және ол бір елдерде музейде тұрған. Соны мысалға кәдімгі сауаты бар, көзі ашық журналистер таратты. Ойбай, бұл бір сахабаның үлкен дәреті екен, Қазақстанға келе жатыр екен, мұсылмандар ертең соны сүйеді екен, кезек тұрып деген таратты ғой, мысалы соны Фейсбукта бәріміз көріп отырмыз. Енді ол соны іздеп қарасам, мысалға Гуглдан да, ол шығып тұр. Бұл не зат, бұл қайдан табылған, қайда сақталып тұр, әшейін бір қарапайым біз біліп отырмыз да оны. Ал журналист бізден бетер біледі ғой, оны қалай тексеру, факт-чекинг деген нәрселер бар ғой оларда. Ақпаратты қалай тексеру, оның рас өтірігіне қалай көз жеткізу деген, соны оқыды ғой. Мамандығы ғой сол. Жоқ, бірақ ол өзінің ішіндегі исламға деген қастығын себепті, дұшпандығы себепті, ол соны біле тұра таратты да. Осындай болып жатыр екен біздің елімізде. Қараңдар, мынау сахабаның жаңағы бір нәрсесін алып келіп олар сүйіп жатыр деген нәрсені. Сонда бұл бір ғана адамға өтірік айтып тұрған жоқ қой.
бұл бүкіл әлеуметтік желіде қанша мысалы соны көріп оқитын адам бар, соның барлығына әдейі қасақана өтірік хабар таратып тұр да. Ал оның күнәсі күнәнің үстіне күнә, өтіріктің үстіне өтірік болады да. Соған байланысты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына бір хадис айтады: үш түрлі адам жәннатқа кірмейді дейді. Соның енді барлығына тоқталмай ақ қояйық, соның біреуі өтірікті көп айтатын басшы дейді. Ол бір облыстың әкімі болуы мүмкін, ол бір мекеменің басшысы болуы мүмкін. Мысалы бар ғой бізде де 2016 жылы газ келейін деп жатыр, міне биыл келеді дейді, 2024 келесі жыл келеді деп мысалы әлі отырған басшылар бар ғой. Сол сияқты әртүрлі жағдайда өтірікті көп айтатын басшы жәннатқа кірмейді деп сипаттап тұр. Не үшін? Бұл жердегі оның жаңағы осы жәннатқа кірмейді деп айтылып тұрған себебі ол көпшілікке өтірік айтып тұр да. Ол маған емес, сізге емес, ол бүкіл халыққа өтірік айтып тұр ғой. Сол үшін де ана өтіріктің аясы кеңейген сайын дегенге осы дәлел болады да. Ұстаз енді жаңа керемет түсініктемелер беріп жатсыз ғой. Енді жалпы өтірікке қатысты енді шыншылдық десе, жалпы адамдар жаңа айтып жатырмыз ғой, өтірік айтпау деп түсінеді. Енді осы тұрғыда өтірікке қатысты әрі қарай сұрақтарымызды жалғасақ, енді отбасында ата-ана мен баламен байланыс. Кейбір кезде енді ата-аналар өзінің баласының қажеттігін өтеп бере алмаған себепті, яғни мүмкіндік болмаған себепті, кейбір кезде алдаусыратамыз деп өтірік айтып жатады. Енді осы тұрғыда тағы да басқа бір әрекеттер бар. Енді жалпы ата-ананың балаға өтірік айтқан дұрыс па? Бұл жерде жаңа біз айттық, өтірік ол өздігінен жек көрінішті бір қасиет. Оның кімге айтқаны, неге айтқаны маңызды емес. Өтіріктің біз айттық, жаңа сенің аузыңнан шыққаны соның өзі жеткілікті деп. Сол үшін де ислам дінінде тіпті баланың өзіне өтірік айтуға қатты қарайды, қатты тыйым салады. Мысалы, мына бір оқиғаны келтіре кетейік. Абдулла ибн Амир деген жас сахабалардың бірі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айналасында өскен, тәрбиесін көрген сахабалардың бірі ғой. Тіпті пайғамбарымызға туыстығы болса да керек. Өйткені ол өзінің бір оқиғасын айтады: бір күні Алланың елшісі біздің үйде отыр еді дейді. Сол кезде ол кішкентай бала кезі ғой, анам мені бір нәрсе берем деп шақырды дейді. Кейде Абдулла кел деді, шақырған ғой, бізде балалар шақырамын, бірдеңе берем, кел, бірдеңе айтамын деп мысалға да. Бірақ айтатын ештеңеміз жоқ, беретін ештеңеміз жоқ болуы мүмкін да. Сонда дереу соны көріп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы шешесінен сұрайды: сен не берейін деп жатсың деп. Сосын айтады: қолымда құрма бар, соны берейін деп едім ғой дейді. Сен жаңа айтқан кезде қолыңда ештеңе болмағанда саған бір өтірік жазылатын еді дейді. Бір өтіріктің күнәсі жазылатын еді дейді. Тіпті қараңыз, баланың өзін алдап шақырып алып, алдап үйге кіргізіп алып деген сияқты нәрсе ғой. Ол бұл жерде не себептен? Біріншіден жаңағы адам баланың психикасын бұзады да. Ол деген әкем дейді, шешем дейді, оған Құдайдай сенеді ғой енді. Ол өтірік айтады, ол алдайды деп ойламайды ғой. Екіншіден бұл баланы соған тәрбиелейді. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді ғой қазақта. Сол сияқты бала да ертең сондай бір ситуация түсіп қалса өтірік айтып жіберуге болады екен. Немесе кез келген жағдайдан өтірікпен шығып кетуге болады екен. Өтірікті осылай әдіс тәсіл ретінде қолдануға болады екен деген нәрсемен өседі, оның бойына бір қалыпты бір қасиет болып сіңіп кетеді. Енді жалпы бала ата-ананың айнасы дейді ғой енді. Жаңа сіз айтып жатқан ақпараттарға бір қосылып кетіп жатқаным ғой. Шынында енді балаға өтірік айтқаннан кейін ары қарай сенің өмірің, ары қарай сенің ұрпағыңның бұзылып кетуіне жалпы осындай үлкен негіз болып келеді екен жалпы. Енді отбасында айтып жатсыз ғой, өтірік айтуды отбасында айтып жатырмыз, өтірік айтпаған абзалдығын айтып жатырмыз. Енді кішкене қоғамға қарай кірсек, қазір қоғамда енді белгілі бір адамдардың эмоциясын шығару үшін, яки сол себепті бір сәттік бейнені көру үшін кейде адамдарға өтірік айтып жатамыз ғой сіз. Шынымен де ғой енді. Туған күніне яки бір несіне бір өтірік алдап шақырып алып деген сияқты. Енді айтқым келгені осындай бір адамдардың эмоциясын шығару мақсатында, яки болмаса бір жаңағыдай соны қуанту мақсатында бір адамдарға өтірік айтып жатырмыз ғой. Осы сауалға бір дұрыстап не берсеңіз, ақпарат берсеңіз, дұрыс па, бұл бұрыс па, айтпаған абзалырақ па? Расымен біз кейде қоғамда көріп жатамыз, әсіресе әлеуметтік желіде контент түсіру үшін пранк жасап жатады мысалға да. Біреуді алдап, немесе тіпті жаңағы бұл қайырымдылық қорларында несіне көп кіріп кеткен. Мысалға мұқтаж нелерді барады да үй берейін деп жатыр, я болмаса басқа бір мұқтаждығын өтейін деп жатады да.
басқа бір нәрселерді айтып, бірінші оның көңілін түсіріп, жылатып, сосын артынан қайтадан қуантып, міне сізге үй бердік деген сияқты. Бұның барлығы өтірік. Сен жаңа кішкентай баланың өзіне кел бір нәрсе берем деп, бірақ қолыңда еш нәрсе болмаса, сен өтірікші боласың деп тұр ғой. Ал енді сен неге мұқтаж адамның мұқтаждығын пайдаланып, оны одан сайын жаңағы көңілін түсіріп, жаңағы одан кейін қайтадан қуантамын деп, эмоциясын ойнатамын деп, оған өтірік нәрселер жасау, болмаса басқа да пранктың түрлері, әзіл үшін, немесе жаңағы оның не айтады екен соны тексеру үшін, содан шыққан сөздермен нені халықты күлдіру үшін жасалған нәрселердің барлығы ол өтірік, мұсылманға жат. Соның бірі мынау әзіл айту. Қазір неше түрлі әзіл нелер бар ғой, кештері, неше түрлі жаңағы топтар, жиындар деген сияқты. Осындай көпшінің ішінде отырып, бір болмаған оқиғаны айтып, кеше бүйтіп келе жатсам осындай болды деп, мысалға. Ондай оқиға мүлдем сенің басыңда өткен жоқ, бірақ сен ана адамдарды күлдіру үшін өтірік айтып отырсың да. Бұл да өтіріктің жаман түрі. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әзілдескен, ол да жылаған, баласы қайтыс болған кезде, оның да көзінен жас шыққан, әртүрлі адамға тән сезімдер, адамға тән эмоциялар онда бойында болды. Соны көріп таң қалған кезде сахабалар сұрайды ғой: Алланың елшісі, сіз де әзіл айтасыз ба? Пайғамбар бола тұра дейді ғой, қалжыңдайсыз ғой сіз деп. Сонда пайғамбарымыз айтады: мен де қалжыңдаймын, бірақ мен тек қана шындықты айтамын дейді. Мен біреуді күлдіру үшін өтірік айтпаймын ешқашан дейді. Міне осы ұстаным, ол мұсылманның ұстанымы да. Ол күлдірем деп күнә жинау дұрыс емес қой. Оның үстіне сосын бұл кілең өтіріктің үстіне өтірік оқиғалар, қазір әзілдің де бір қалай айтсақ сапасына әсер етеді да бұл. Бұрынғылар мысалға бұрынғы мынау әңгімелер бар ғой, зиялы қауым өкілдерінің арасында болған, жазушылардың арасында болған қағытпа бір әзілдер бар ғой. Соларды қарасаң бір күлкілі емес сияқты. Не болыпты дейді тыңдаған адам. Шынымен де солай болған ғой деп. Оларға болмаған оқиға қызық та, өтірік оқиға қызық та. Болған нәрсе күлкілі емес сияқты. Көрдіңіз бе? Бұл адамдарды өтірік айтуға одан сайын итермелейді ғой. Енді сен одан сайын күлкілі нәрсе айтамын деп, бір одан сайын өтірігі көп нәрсе айтуың керексің да. Көрдіңіз бе? Бұл да бір бара-бара адамды өтірікке үйретеді. Өтірікті айтуға үйретеді, және өтірік тыңдауға үйретеді. Біз бәріміз біліп тұрмыз өтірік екенін, бірақ күлеміз да. Көрдіңіз бе? Бұл адам мұсылманның қалай айтсақ, дүниеге деген көзқарасын да құртады. Қазір жағдай шынында да күлкілі емес, мысалға да, ана жағың су алып жатыр, мына жағың мынандай бірдеңелер болып жатыр қоғамда. Сен содан күлкі шығарасың, күлесің да. Бірақ ол күлетін жағдай емес та. Көрдіңіздер ма? Мұсылман қайғысы мен қаупін, басына келіп тұрған қатерін ажырата алмай қалады. Қайсы күлетін нәрсе, қайсысы жылайтын нәрсесін білмей қалады да. Көрдіңіздер, осындай зияндары, зардаптары болған үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған. Мысалы, мына бір хадисте айтады: адамдарды күлдіру үшін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, адамдарды күлдіру үшін өтірік айтқан адамға уәйіл болсын, уәйіл болсын, уәйіл болсын 3 рет айтқан. Енді бұл жердегі уәйіл дегенді ғалымдар әртүрлі түсіндіреді. Бір риуаяттарда келеді, бұл қайғы келсін оның басына, оған өлім келсін, ол сәтсіздікке ұшырасын деген бір қарғыс мағынасында дейді. Екінші бір мағынасы, уәйіл деген тозақта бір шұңқыр дейді. Оның азабы ауыр, азабы қатты бір шұңқыр дейді. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: мен күлдіру үшін ешкімге өтірік айтпаған, және өзінікі рас болып тұрса да ешкіммен таласпаған, спорласпаған, сөздік таластырмаған адамға жәннатта үй бар екеніне кепілдік беремін дейді. Күлдіру үшін өтіріктен тыйылу шыншылдықтың белгісі ғой. Ол адам жәннатқа лайық та. Сол сияқты өзінікі рас болып тұрса да оны дәлелдеймін деп құрбасқа бірімен кейде таласамыз ғой. Ол бір маңызды нәрсе болмауы мүмкін. Ана машинасы ақ па қара ма деген сияқты бір нәрселерге де таласады ғой адам. Нөмірі қандай еді деген сияқты. Сондай бір дүниелер үшін өзінікі рас болып тұрса да соны дәлелдеймін деп құрбасқа талас-тартысқа түспеген адам. Өйткені одан ашу шығады, боқтық шығады, өтірік шығады. Жалпы өтірікке алып баратын қандай да бір нәрселер ол жақсылыққа жатпайды да. Және үшінші бір хадис осыған байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: адамның иманы әзілдескенде де өтірікті тәрк етпейінше толық болмайды дейді. Былайша кезде шын сөйлейді, шындықты айтатын адам болуы мүмкін, бірақ әзілдеп қалжыңдаған кезде өтірік қосып жіберетін болса, оның әлі иманы толыққан жоқ дейді. Ол сол кездің өзінде шындықты ұстанатын болса, онда оның иманы толыққан болады дейді. Енді ұстаз, жаңа керемет ақпараттар айтып жатырсыз ғой. Енді осы жерде Бауыржан атамыздың бір сөзі еске түседі: өтіріктің балын жалап жүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық дейді ғой. Енді керемет сөз бар.
бұл жерде не үшін айтып жатырмын, қазір енді ойлаймыз ғой, пенде болғаннан кейін осы бір өтірік айтсақ болады ғой, енді осы нең кетті, нең кетіп содан барады?" өтірікші болып кетпеспін деп. иә, өтірікші болып кетпесін, нең кетті. Бірақ осындай өтірікке деген бір қадам бәрібір артынан өтіріктер жинап келетін белгілі ғой ұстаз. Енді келесі сұрағым қарым қатынасқа байланысты. Енді адамдармен біз қарым қатынаста, сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой қазір. Бір адамдармен танысамыз, білісеміз, қызметтес боламыз. Енді осы жерде бір өзіміздің белгілі бір әрекеттеріміз бар. Болмаса енді қазір қоғамда белгілі бір нәрседе адамға мұқтаж болып қалды ғой. Енді сізге айтқым келіп жатқаны, кейбір кезде ол адам сол мақтауға лайық болмаса да, өзіміздің қажеттілігіміз үшін бір адамдарды мақтаймыз деп өтірік айтып жатқан жоқпыз ба? Өте орынды сұрақ. Бұл адамдардың мақтау үшін өтірік айту деген нәрсе бар. Бірақ одан бұрын жалпы мақтау дінімізде қандай орны? Біреуді мақтауға бола ма, болмай ма? Соған байланысты тоқталып кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: сендер анау насранилер Мариям ұлы Исаны мақтап көк көшіріп жібергендей мені мақтамаңдар дейді. Енді ойбай асыра сілтейміз, құдай қылып жіберді ғой енді. Сол сияқты мені мақтамаңдар. Мен бар болғаны Алланың құлымын және елшісімін дейді. Сендерге келген пайғамбармын. Сендер сияқты адамның айырмашылығым тек Алладан маған уахи келеді. Мен сендерге соны жеткіземін дейді. Сол сияқты жалпы біреуді мақтау, енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менің өзімді мақтамаңдар деп тұрса, одан төмен қалғандарын мақтау ол жақсы нәрсе емес. Және ғалымдар айтады, мақтау рас бола тұра. Біреуді шынымен істеген айтып мақтап жатсың да, бұл өтірік мақтауды айтпаған жоқпын. Шынымен бар нәрсені, болған нәрсені айтып мақтау мадражатун илал кадиб дейді. Ол өтірікке алып баратын баспалдақ дейді. Адам бірте-бірте сөйтіп өтірік айтады да. Енді ана біреу мақтайды мысалы. Анау оны асырып мақтау керек. Сөйтсе, ой, ол сен оны айтасың деп қойып, тағы бірдеңе қосады. Ол үшінші одан асырам деп бір нәрсе қосады, солай ғой, енді өтірікке айналып кетеді да. Ал енді жай ғана мақтаудың өзіне пайғамбар осылай тыйым салып тұрған болса, Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: бізге Алланың елшісі былай деп бұйырды дейді: егер сендерді мақтағыштар деп келеді, мәддах, әбден мақтауды әдет қылып алғандар болады ғой. Мақтауды параның орнына қолданады да. Барады әкімді мақтайды, барады бастықты мақтайды, барады ананы мақтайды. Сөйтіп ол сый-сияпат алады, қызмет алады, ақша бермейді, бірақ мақтауын асырады да өзінің. Сол арқылы күн көретін, соны кәсіп қылып алған адамдарды айтады мәддах деп, көп мақтағыш деген мағынада ғой. Сондайлар сендерді мақтап жатса, оның жүзіне топырақ шашыңдар дейді. Және оның аузын тыйыңдар дереу. Өйткені мақтау адамды бұзады дейді. Қадыр Мырзалиевтің сөзі бар ғой: өмірдің өзі жұмбақ бір, өмірдің өзі қызғақ. Біреуді сынап адам қылып, мақтаумен жүрміз бұзып алып дейді. Тым жақсы адамды құртқың келсе, оны мақта. Біреуді мақтап жатқанын көріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан ғой: бауырыңды өлтірдің ғой деген ғой. Бірінде қата унуқа сахибек дейді. Сен жолдасыңның мойнын үздің ғой дейді. Қараңыздар, желкесін үздің ғой деп жатыр да. Ең адамның әлсіз жері ғой. Бірден ол жерден жаңағы соққы тиген кезде адам сеспей құлайтын ең әлсіз жері ол мақтау. Сол үшін де кейде тым жақсы, мысалы бір басшы келеді, бір жерге әкім келеді, оның мысалы басында шынымен бір тәртіп жүйе орнатып, бір жаңашылдықпен келіп жақсы жұмыс істеп жатқан болуы мүмкін, бірақ айналасындағы адамдар оны мақтаймыз, асыра сілтейміз, және мақтаған кезде өтірік айтамыз деп, мынау сізге дейін 20 әкім болды, ешқайсысы бұл нәрсені істеген емес, 30 жылдан бері мынау көріп отырған нәрсеміз, бұндай бұрын соңды болған емес деп оны мақтап бір эйфорияға түсіріп жібереді да. Содан ол өзінің бір мастығына түсіп, сол жаңағы мақтауға алданып, бір неге түсіп қалады. Бір қалай айтсақ, бір белсенділіктен айырылады да. Тым жақсы жұмыс басталады, сонымен ар жағы жаңағы өтірік мақтаулардан құриды ғой. Сол үшін адамды бұзғың келсе, адамды құртқың келсе, оны мақтау керек екен. Енді сіз ақпарат айтып жатырмыз ғой, осы қарым қатынастағы өтірік жайлы ақпараттар беріп жатсыз. Барлығын енді түсініп жатырмыз. Енді осы сұхбаттан шынымен менің өзімде бір шынымен де өтіріктің осындай зардаптары бар екенін енді түсініп жатырмын да. Енді ұстаз, келесі сұрағым, мынау тіршіліктің бастауы сауда десек те қателеспейміз ғой. Енді осы жерде саудаласып тұрып өтірік айту, болмаса саудаға қатысты өтіріктер айту, енді қазір сауданың түр-түрі көп қой. Осы жайлы бір ақпарат берсеңіз, оның зардабы, зияны деген сияқты.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мақтап кеткен және ол пайғамбарлармен шахидтермен бірге болады деген ең ұлық дәрежелер ғой енді исламдағы ақиреттегі. Сондай адамдардың бірі әт-тәжирус садуқ дейді, шыншыл саудагер дейді. Енді былайынша кезде өтірік айтқан адамды жаңа біз айттық қой енді исламда жақтырмайды деп. Бірақ енді дүниеге келген кезде адам кішкене нәпсісіне беріліп қоюы мүмкін ғой. Былай кезде өтірік айтпайды, бірақ ана жерде енді кішкене артығырақ тапқысы келеді, көбірек ақша түсіргісі келеді. Сондай кездерде бір нәпсіге беріліп өтірік айтып қоятын кездер болуы мүмкін ғой. Соның өзінде нәпсіге берілмейтін, соның өзінде шыншылдықты ұстанатын адам, оның дәрежесі биік болады. Сол үшін де ол пайғамбарлармен шахидтермен бірге дейді дәрежесі. Ең биік жұмақтағы да ақиреттегі ең биік дәрежесі ол. Енді рас кейде ойбай жаңағы арзан дүниені әкелеміз де, Қытайдан алып келеміз, Италиядан деп айтамыз, немесе жаңа сапасы 100% деп айтамыз. Енді оны сатып алып отқан адамды да үйрету керек та. Бауырым, мен сен осындай ақшаға басқа не алғың келеді? Арзан бұл, 2 айдан қирап қалады деп айту керек та. Пайдаланасың бір 2 ай. Одан артық мен саған кепілдік бере алмаймын деп. Ой, өзім үйімде тұр, 5 жыл болып тұрғанда. Бәрі жаңағы істен шыққан емес деп қойып мысалға өтірікті айтып ананы өткізіп жібереді. Артық дүние табарсың. Сен жаңа арзан дүниені қымбатқа сатып, немесе бір үстінен 5-10 тиын қалар. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәл осы бір артық үстіндегі 5-10 тиынға байланысты мынандай бір хадис айтады да. Сатушы, егер мына сатып алушыға шындықты айтса, оның тапқан дүниесіне Алла тағала береке береді дейді. Ал егер өтірік айтса, бір нәрсені жасырып қалса, ол артық табыс та бар дейді. Бірақ Алла тағала оның үстінен берекесін алып қояды дейді. Сен шындықты айтып 50 мың табарсың, ал өтірік айтсаң 100 мың табатын шығарсың, үстінде тағы 50 мыңы бар шығар, бірақ ол 50 мыңның бәрі берекесін Алла тағала алып тастайды. Бәрібір сол 50 мың болып қалады ғой тапқаның. Өйткені адамның мына табысы, дүниесі, ризығы ол көптікпен өлшенбейді. Ол сен қанша ақша табатыныңда, ол сен жаңа күніне қанша табатыныңда емес мәселе. Алла тағала сол дүниеңе қанша береке беріп тұр сонда да. Мысалы, біреулер миллиондап кіріс кіргізеді, миллиондап табады мысалға да, бірақ бір жарып атқан көрмейсің. Не бір жаңағы үй алып атқан жоқ, не бір жеріне дарып, бір бала шағасына бір рахатына жұмсап атқан жоқ. Соны апарып дәл солай миллиондап казиноға салып жіберіп жатыр. Дәл солай миллиондап күнәға, харамға, өзінің мына жақта бала шағасы отыр. Бірақ жаңағыдай жеңіл жүріс дейміз, не дейміз жаңағы. Сондай бір істерге апарып, айдаладағы бір адамдарға апарып төгіп жатыр. Мысалға, өзінің әке шешесі отыр, бірақ оны далаға шашып жатыр. Қарасаңыз, миллиондап кіргенмен, ол миллиондап шығып кетіп жатыр да, өйткені оны харамнан тауып жатыр, жаңағыдай күнәлармен тауып жатыр, өтірікпен, адамдарды алдаумен, арбаумен тауып жатырған болуы мүмкін. Сол үшін ол сондай нәрсеге кетеді. Ал біреу бар мысалға, бір айлығы да бір 200 мың теңге болуы мүмкін, оған да жетпеуі мүмкін, немесе ең жаңағы минималды жалақыны алуы мүмкін, бірақ сонымен бүкіл бала шағасын бағып отыр. Басқалардың баласы сияқты солардың баласы киініп отыр, тамағын жеп отыр, мектебіне, сабағына барып отыр, жаңағы керек заттарын алып отыр да. Ол береке деген сол да. Сен ол жаңағы алдап артық тапқанымен бәрібір соны бір жеріне шығарады деген сөз ғой. Алла тағала оны саған жұмсатқызбайды бәрібір. Рахатыңа, пайдаңа бәрібір оны Алла тағала жұмсатқызбайды. Берекесін алып қояды деген сол да. Ұстаз, енді осы саудаға қатысты біршама ақпараттарды айтып кеттіңіз ғой. Енді жалпы енді шыншылдық деген тақырыбымыз осы біздің қоғамдағы ең жауапкершілікте тұрған тақырыптардың бірі ғой. Жалпы оған қатысты әрекеттеріміз де бар. Енді осы сұхбатымыздағы соңғы сауалдардың бірін қояйын. Жалпы енді адамдарға өтірік куәлік беру және адамдарға өтірік уәде беру. Енді осыны бір ара жігін ажыратып берсеңіз. Бұл енді өтіріктің тағы бір түріне жатады. Бірақ сонымен қатар өтірік куәлік беру ол үлкен күнәлардың үлкені деп келеді хадисте. Енді біз бірінші өтірік куәлік беру деген не? Оның ең үлкені, ең сорақысы соттың алдында берілетін куәгерлік қой. Барып, ол солай немесе олай емес деп өтірік куәлік беру. Оның майда шүйделері енді әрбір негізі адамның бойындағы жаман қасиет 1-2 рет істеуден, майда шүйдеден басталады. Адам бір өтірік айтады, 2 өтірік айтады. Сөйтіп оған ет үйренеді да, ол өтірікші болады. Сол сияқты 1 рет, 2 рет өтірік куәлік береді де, сонымен ол да оның жаман қасиетіне айналады.
ол күнделікті мысалы оқуда болуы мүмкін, жұмыс орнында болуы мүмкін. Мен артым жаба салшы дейміз ғой біз қазір біреулерге. Мені бар деп айта сал, мені жүр деп айта сал, мені келді деп айта сал деген сияқты біреудің артынан мысалы иә ол шынымен істеді немесе барды деп оған жалған куәлік беруді осындай кішкентай істердің өзінде тоқтату керек та. Өйткені ол бара үлкен істерге ұласады. Жаңа үлкен күнә деп отырғанымыз бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы сахабалармен отырады. Сөйтеді де мен сендерге үлкен күнәлардың үлкенін айтайын ба дейді. Қараңыз, негізі дінде күнәлар бөлінеді. Кіші күнәлар және үлкен күнәлар деп. Сол сияқты үлкен күнәлардың өз ішінара тағы бөлінеді. Бірінен бірі үлкен болып ше. Сол үлкен күнәлар санатына жататын күнәнің үлкенін айтайын дейді. Қараңыз. Сонда біріншісі Аллаға серік қосу, екіншісі ата-ананың тілін алмау, қарсы шығу, ата-анаға бір қайырымсыз болу, былайша айтқан кезде жамандық жасау, жақсылық жасамау. Сөйтеді жаңағы үшіншісі өтірік куәлік беру дейді. Жаңағы екеуін айтқан кезде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанындағы сахабалар еді, былай жантайып отыр еді дейді былай. Біріншісі, екіншісі деп айтты да, үшіншісін айтатын кезде былай орнынан тұрып алды да, дұрыстап тіктеп отырып алды да, өтірік куәлік беруді маңыздылық берді дейді да маған. Сондықтан жаңағы өтірік куәлік беру ол өтіріктің ең жаманы ғой. Ал жаңағы уәдеде тұрмау ол да өтірік. Біз енді кейде шынында да адамдардың арасында бұл нәрсе кездесіп жатады. Мысалға бір жерге уәде бересің, бір іске уәде бересің. Кейде енді бұл шынымен де мынау қазір біреуге жоқ деп айта алмау деген қасиет бар ғой адамның бойында. Көңілін қимайсың, жоқ деп айта алмайсың, айтуға ұяласың. Бірақ негізі бұл нәрсені де үйрену керек та. Қолдан келмейтін нәрсені, мүмкіндік болмайтын нәрсені оған бірден басынан жоқ деп айту керек та. Адамды үміттендірмей немесе жаңағы оның күткізбей. Бұл ұят емес та. Ал қай кезде ұят? Сен айтып алып, оны орындамау ұят та. Өйткені бұл мұсылманға жат қасиет қой. Тіпті Алла Тағаланың өзі Құранда өзін сипаттаған кезде инналлаха ла юхлифул миад дейді. Алла Тағала уәдені бұзбайды дейді. Қараңыздар, Алла өзінен бастап үйретіп жатыр ғой бізді. Қараңдар, мен уәдемді бұзбаймын. Сендерге жіберген менің пайғамбарым уәдесін бұзбайды. Енді соның ізіне ерген сендер де уәдеңді бұзбаңдар деген нәрсе да. Пайғамбарымыз айтады, ал-муслимуна аля шурутихим. Мұсылмандар шарттасқан, уәделескен жерінде тұру керек дейді. Қалай болса да, ол оған зиян болса да, ол оған шығын болса да, уәде берді ме, ол тұру керек сол жерде дейді. Мына бір оқиғаны келтіреді. Абдулла ибн Абил Хамса деген сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан баяғы жахилет кезінде таныған, араласқан екеу. Мен Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам бір күні уәде бердім дейді. Бұрынғы ислам келмей тұрған кезде сол кездің өзінде пайғамбарымыз Мұхаммед Амин, сенімді, аманатшыл Мұхаммед деген атақтармен танылды ғой. Сонда бір жерде кездесетін болып уәде берген, оны ұмытып кеткен. Бір күн өткен, 2 күн өткен, 3 күн өткеннен кейін мен жаңағы уәделескен жерімнен өтіп бара жатсам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұр екен дейді. Сосын, сен мені жаңағы маған қиындық тудырдың ғой деп айтты дейді. Енді жаңағы мысалға түскі уақытта кездесеміз деген болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгін күтеді келіп, шамалы уақыт отырады. Ертеңгі күн тағы дәл сол уақытта келіп күтеді. Үшінші күн тағы дәл сол уақытта келіп күтіп, 3 күн бойы күткен ғой жаңағы кісіні. Сонда көрген кезде айтты дейді да, сен мені қиындыққа қалдырдың ғой деп. Оңай емес 3 күн бойы бір жерге мысалға барып кездесуге күтіп жүру. Мен сол кезде барып есіме түсті, ұмытып кетіппін дейді да, уәде бергенді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, яғни бұл жерде аманатшылдығын исламға дейін де сондай болғандығын көрсетеді да. Ал исламнан кейін тіпті одан да бетер. Және бұл уәдеде тұру дегенді Құранда Алла Тағала бізге пайғамбарлардың мысалын келтіреді ғой. Біздің пайғамбарымыз, оған дейінгі пайғамбарлар, солардың барлығын мысалын келтірген кезде, көп пайғамбарларды сипаттаған кезде осы уәдеде тұру қасиетін атап кеткен да. Мысалы, Мариям сүресіндегі аяттарда Алла Тағала айтады: "Астағфиру билла, уазкур фил китаби Исмаил". Сен мынау кітаптағы, Құрандағы Исмаил пайғамбардың оқиғасын есіңе ал. "Иннаху кана садиқал уади". Ол уәдесінде тұратын адам еді дейді. Қараңыз. Сосын барып "Ва кана расулан набия". Ол елші және пайғамбар еді дейді. Оның пайғамбарлығынан бұрын бойындағы уәдесінде тұру деген қасиетін атап жатыр да. Яғни ана қасиетінен бұрын атап жатыр да. Сондықтан адам мұсылманшылығы, оның намаз оқуы, оның ораза ұстауы,
зекет беруі, умраға, қажылыққа баруынан бұрын тұратын бір қасиет бар да, ол өтірік айтпау, уәдесін бұзбау, шыншылдық деген қасиет сенің ана істерің, ғибадаттарың бәрінен алдын тұру керек та. Өйткені сол қасиетің сен қалған ғибадаттарыңа баға береді. Рас па, өтірік па? Мысалы, көп жерде көріп жатамыз. Сен соны намаз оқиды дейсің. Анау бар, адамдардың бәрін алдап кеткен, ананы жағы уәде беріп кеткен, ананы сөйтіп кеткен деп. Қазір неше түрлі нелерде шығып жатыр ғой. Пирамидаға ұқсас бір түрлері бар. Үй алып береміз, көлік алып береміз, неше түрлі жаңағы кооператив ұйымдар андай. Солардың да мысалы басшылары, солардың өкілдері халықтың алдындағы. Олар өздерін жаңағыдай қылып көрсетеді. Сақал қояды, намаз оқимыз біз, альхамдулилля, намаздамыз деген сияқты, умрада жүреді, басқа қылады. Діни ғибадаттарымен адамдарды сендіреді. Ал бірақ сен оқыған намаздарынан басқаларынан не пайда? Ертең ізіңе ерген соған салымшылар бар ғой, ақша салған. Солардың бәрін алдап бір жерге жоқ болып кетсең мысалы. Болды ғой, саған намаз бәрі бекер ғой. Бекер беліңді ауыртып, бекер ақшаңды ауыртып, умраға барып, бекер жаңағы ораза ұстап, қарның ашып жүрген адамсың да демек. Қазір мысалы күнде көріп жатырмыз ғой. Бүгін біреу шығады, алдап кетеді. Ертең екінші шығады, алдап кетеді. Бір жағынан енді халықтың бір қаржылай сауатсыздығы да шығар. Қаржылық пирамида деген ешқашан ол жақсылыққа келмейтіні, діни басқарманың пәтуасы. Мысалға өткенде P2P арбитраж деген бар ғой, электронды сауда биржаға ұқсайтын. Соның мысалы муфтият пәтуасын шығарды, оны харам деп айтты. Кеше ғана мысалға бір облыста бүтін бір жаңағы ауданның халқын 1 миллиард теңгеге алдап кеткенде, жаңағы сол арбитражбен айналысып жүрген адамдар. Бірақ содан 6 ай бұрын муфтият пәтуасын шығарып қойды. Және біз оны жеткіздік, тараттық, насихаттадық. Кейбіреулер ой, оны молдалар қайдан түсінсін, оның жаңағы схемасын түсінбейді, олардың басы жетпейді. Негізі ол ондай емес, ол адал сауда деп сенбей барып салды. Ақыры не болды? Бір адам 50 миллионға, бір адам 20 миллионға. Енді ол 50 миллион қалтасын шығарып тұрған жоқ қой. Соның 10 миллионы өзінікі шығар. Сөйтсе ол тағы да көбірек табысқа кенеленбейді да, Әділжан 5 миллион бере тұршы, қайтарам бір айдан кейін. Нұрболат тағы 10 миллион бере тұршы, қазір қайтарам дейді да, біреулерден жинап алып аппаратта 50-60 миллион салып жүрген кезде барып. Енді олар да күтеді ғой нені. Бірінші береді, екінші береді, сөйтіп үлкен сома жиналған кезде алып кетпей ма? Сондай отырып қалғандар бар да мысалы. Осының барлығы адамға уәде беру және жаңағыдай діндар болып көрінуден да. Мына аят не деп тұр? Ол бірінші уәдесінде тұратын адам еді. Сосын барып ол елші, пайғамбар еді деп жатыр да. Әйтпесе біреуге барып оны ой, мықты намазхан, тақуа деп таныстырып алып, одан кейін андай істер шығып жатса, мына сөздің не салмағы қалды, не қадірі қалды. Ал егер ол уәдесіне берік, сондай шыншыл адам болатын болса, ол ғибадатын көрсетіп те керек емес. Ол шын мәнінде ғибадат Аллаға арналатын нәрсе ғой. Намаз сен мен үшін оқымайсың ғой, мысалы менің алдымда бір қалай айтсақ, салиқалы адам болып көріну үшін оқымайсың ғой. Мысалы маған қызық емес, кім намаз оқиды, кім оқымайды. Адамдарға мәмілеңді көрсетесің. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Алла тағалаға тақуалық қыл, ал адамдарға көркем мінез көрсет деді. Жаңағы хадис иттақилла деді. Алладан қорық сен. Сақтан жаңағы тыйым салған нәрселеріне жолама, бұйырғанын орында. Ал адамдарға келген кезде не істе деген кезде оларға көркем құлық, мінез құлық көрсет деді. Оларға сенің жаңағы уәдеңде тұрғаның керек, намаз оқығаның емес. Оларға сенің өтірік айтпағаның керек, ораза ұстағаның емес. Оларға сен аяқты мешіт салғаның немесе басқан керек емес. Оларға сен жұмсақ, мейірімді болған керек, шыншыл, адал, аманатшыл болған керек та. Көрдіңіздер ме? Мінез құлықтың ғибадатты өлшейді, біз кеше кіріспесінде айтқанымыз осы да. Және тағы бір өтіріктің түрі бар, онда айтпай кетсе болмас. Бұл кейде бір адам ақталу үшін өтірік айтады. Бір қателік істеп қойдың, немесе бір жаңағы сенен бір кемшілік кетті, сен соны бір жуып шаю үшін, негізі олай болған еді, бүйтейін деген едім, анау деп бір ақталу үшін бір өтіріктерді құрастыру, ол жақсы емес. Дұрысы, айыптымын мен, жазықтымын, білмей қалдым, немесе ұмытып кеттім, мен істеуім керек еді, бірақ мен соны істемей қойдым деп мойындау керек та. Енді біз кейде ойлаймыз, ой, қазір мен осыны не алсам, айтсам мен бітті, одан кейін бүкіл жаңа жұмысым да шығарады, бәрі бітеді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады да, бұл хадистерді амал еткен кезде мынандай да, хадис сенің жағдайыңа кереғар нәрсені ұсынып тұр да. Керісінше, мына хадиске амал етсең, сен бәрін құртайын деп тұрсың да. Жұмыстан да шығайын деп тұрсың, ақшадан да айырылайын деп тұрсың, тағысын тағы
бір пайда әкелейін деп тұрған жоқ саған, бірақ сен шын сеніп соған иланып хадиске, бұл алланың елшісі айтып тұр ғой, бұны мен емес, бұны бір ғалым емес, ұстаз емес, пайғамбар айтып тұр ғой. Пайғамбар құранда сипаттайды, ол өз ойынан еш нәрсе айтпайды дейді. Ол не айтса да тек алланың уахиымен айтады дейді. Соған шынайы иман келтіріп тұрып, соған сеніп тұрып, не істесем де хадиске амал етсем құтыламын деген сеніммен істесе адам құтылады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендер жаңағы шындықты айтсаңдар құрып кетем деп ойлап тұрсаңдар да, сен шындықты айтқаның бұл жерде сені құртады деп ойлап тұрсаң да, шындықты айт дейді. Өйткені құтылу сол жерде дейді. Мына жағдайдан сені құтқаратын сол шындық дейді. Ал сен құтылу үшін өтірік айтқың келіп тұр да. Өтірік айтпа, сен керісінше шындықты айт, сол кезде барып құтыласың дейді. Осындай бір иманнан туатын дүниелер ғой. Соған солай амал ету керек. Мысалға, мына бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер пенде бір өтірік айтса, одан шығатын, негізі өтірік айтқан кезде адамнан бір иіс бөлінеді екен. Ол ғайып әлемде болып жатқан нәрсе ғой. Оны мен сезбеймін, сен сезбейсің, бірақ біздің айналамыздағы періштелер сезеді. Ана иістен оның айналасындағы періштелер қашады дейді. Адамның айналасында әртүрлі періштелер бар ғой. Мысалға, маған қасымда береке тілейтін періштелер болады. Алла тағаладан маған шифа тілейтін періштелер болады. Сол сияқты мені қорғап жүретін періштелер болады. Киноларда ангел-хранитель деп атады ғой. Шынымен де қорғаушы періште деген нәрсе бар. Ол Рағд сүресінде Құранда келтіреді Алла тағала. Омар айтады радиаллаху анху, адам анасының жатырына түскен уақытта оның айналасында 400-ге жуық қорғаушы періште болады дейді. Қараңыздар, кішкентай сәбиді кейде періштесі қақты деп жатамыз ғой біз. Жаңағы 3-ші этаждан 5-ші этаждан құлап, еш жері сынбай, мысалға да, сөйтіп балалар өмір сүріп кетіп жатады ғой. Сондай кезде періштесі қақты дейміз, оның қорғаушы періштесі шынымен де қаққанда Алланың қалауымен, Алланың әмірімен. Міне осындай әртүрлі қызметтегі мақсаттағы періштелер адам өтірік айтқан сайын оның айналасынан жаңағы өтіріктен шығатын иістің кесірінен қаша береді екен. Ол айналып келген кезде тағы да адамның өзіне зиян. Шыншылдықтың бір қасиетін көрсететін мына бір хадиспен мен айтатынымды қорытындыласам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, алейкум бис-сидқ, сендер қандай жағдай болса да, жаңа айтқандай шыншылдық ұстаңдар дейді. Имам Ахмадтың бір сөзі бар ғой, шыншылдық деген оның қасиеті соншалық дейді. Шыншылдықты егер бір зат деп елестететін болсақ, оны жараның бетіне жақсаң, жара жазылып кетеді дейді. Қараңыз, шыншылдықтың сондай қасиетті пайдалы зат екенін солай түсіндіріпті да, жараның бетіне жақсаң, жараң жазылып кетеді дейді. Біз ойлаймыз кейде жағдай жөндеймін деп өтірік айтқымыз келеді, керісінше одан сайын ушықтырамыз да. Шындықты айтсаң негізі реттеле қалатын нәрсе ғой. Сондықтан қандай жағдай болмаса да шындықты ұстаңдар. Фа инна сидқа яхди илал бир, өйткені шындық тек қана жақсылыққа алып келеді дейді. Шындықтан шындық туады, одан жақсылық шығады да. Ва иннал бирра яхди илал жанна, ал жақсылық болса, ол адамды жәннатқа жетелейді дейді. Ва ма язалу ражулу ястуқ ва ятахарра сидқ, адам шындықты айтқан сайын және әрбір жағдайда шындықты таңдаған сайын, хатта юктаба индаллахи сиддиқан, бара-бара ол Алланың алдында шыншыл деп жазылады дейді. Оның өзінің орны белгіленеді. Алланың алдында шыншыл деген орны белгіленеді. Демек, бұл жерде өтірікші деген орын бар, ұрлықшы деген орын бар, қиянатшыл деген орын бар. Алланың алдында дәрежелер бар да сондай адамдардың. Ол сол шыншыл деген дәрежеге шығады ғой. Және айтады, ва иякум вал казиб, өтіріктен сақтаныңдар. Қандай жағдай болса да. Фа иннал казиба яхди илал фужур, өйткені өтірік адамды жамандыққа алып келеді. Өтірік жамандық шақырады. Ва иннал фужура яхди илан нар, ал жамандық болса, бір-біріне жиналып келіп, адамды тозаққа алып келеді. Ва ма язалул абду якзибу ва ятахаррал казиб, адам өтірік айтады, және шындықты айтуға болатын жерлерде де өтірік таңдап кетеді. Хатта юктаба индаллахи каззабан, сөйтіп ол адам Алланың алдында өтірікші болып жазылады дейді. Жаңа өзінің өтірікші деген орнын алады. Біз білмейміз Алланың алдында біз қандай деңгейде, қандай орында тұрғанымызды. Сондықтан тырысуымыз керек. Біз бір жерде деңгейіміз аманатшыл болып тұру керек. Бір жерде деңгейіміз шыншыл болып тұру керек. Айтады ғой, мұсылманның бойында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, әртүрлі жаман қасиет болуы мүмкін дейді. Әртүрлі қандай жаман қасиеттер бар, ол да пенде ғой енді. Ол да даму үстінде, мінезін күнделікті жөндеу, жетілдіру үстінде.
оның бойында әртүрлі жаман қасиеттер болуы мүмкін, тек мына екі қасиет болмайды дейді. Мұсылман адам, мүмін адамның, Аллаға иман келтірген, шынайы сенген адамның бойында мына екі қасиет ешқашан болмау керек дейді. Біріншісі қиянат, екіншісі өтірік. Қиянат деген енді біреудің сенімін ақтамай, өзіңе сеніп жүрген біреудің арқасынан пышақ сұғу, сондай нәрсе ғой енді. Осы екі мінез, осы екі қасиет ол мұсылманның бойында болуы мүмкін емес дейді. Ал енді ол болса, демек адам өзінің мұсылманшылығына күмәндана берсін деген сөз ғой. Мен шынымен мұсылманмын ба жоқпын ба деген. Тамаша сөз. Енді бір ұзақтау сұхбатымыз болды енді. Сіздің әңгімелеріңізге беріліп кетіппін. Арнаға өтіңіздер, пікір қалдырыңыздар, лайк, үлпіл басыңыздар. Жалпы таным, өзіңізді тануға асығыңыз.